Ай сәуле мен алтын жұлдыз. Ертеде жер мен көк арасында, жарық пен түн таласып тұрған заманда, сырттан деген шалғай ауылда, Айсәуле есімді қыз өмір сүріпті. Айсәуле көзі оттай жайнаған, жүрегі таза, арманы биік қыз еді. Оның ең үлкен арманы аспандағы алтын жұлдызды көру болатын. Аңыз бойынша алтын жұлдызды кім өз көзімен көрсе, оның барлық арманы орындалады екен. Бірақ ол жұлдызға жету үшін 7 таудан асып, 7 сынақтан өту керек екен. Бір күні Айсәуле аспанға ұзақ қарап тұрып, «Уа, алтын жұлдыз, мен сені көргім келеді, армандарыммен бөліскім келеді», деп сыбырлады. Сол сәтте аспандағы жұлдыз сәл жарқ ете түсті де көкжиекке қарай сырғи жөнелді. Айсәуле бұл белгі деп түсініп, жолға шығуға бел буды. Анасы оған кішкене қоржын, бір уыс тары, бір түйір шоқпар мен жүрек жылуын салып берді. Бірінші сынақ – тас құздағы тасбақа. Айсәуле алғаш жеткені биік тас құз еді. Ол жерде алып тасбақа жатып алып, ешкімді өткізбейтін. «Мен сені ниетіңді сынаймын. Маған тек шын жүректен берілген сыйлық берсең ғана өткізем», деді ол. Айсәуле қоржыннан бір уыс тары алып, «Менің анам еккен, еңбекпен жиналған тары, қабыл ал», деді. Тасбақа жылжыды. «Сен жүрегіңмен бөлістің, жолың ашық болсын». Екінші сынақ – жел рухы. Төбеден қатты дауыл соғып, жел Айсәулені ұшырып әкете жаздады. «Тек батылдар ғана бұл жерден өте алады. Қорқып қайтқың келмей ме?» деді жел. «Қорқу табиғи, бірақ мен тоқтамаймын», деді Айсәуле. Жел сәл жымиып, «Сенің жүрегің мықты екен, өт», деді. Үшінші сынақ – қызыл от көлі. Келесі бөгет жалындаған отты көл. Көлдің арғы жағында алтын көпір бар. Бірақ оны тек сенген адам ғана көре алады. Айсәуле көзімен көрмесе де, жүрегімен сеніп, алға адымдады. Қызық, оттың арасынан алтын көпір көрінді. «Жүрекпен сенген адам ғана көреді, жолың болсын», деді дауыс. 7 сынақтан өтіп, Айсәуле биік төбенің басына шыққанда, оның көз алдында аспаннан алтын жұлдыз түсе бастады. Ол бірден көзге түспейді, бірақ жүрегімен көрген жанға жарқырай түседі екен. Айсәуле қолын созғанда, жұлдыз кішкентай жарық болып алақанына қонып, жүрегіне енді. Сол сәттен бастап Айсәуленің өмірі өзгере бастады. Ол өз ауылына оралып, арманмен өмір сүруді, адамдарға сенуді, жүрекпен тыңдауды үйретті. Және сол күннен бастап, қай адам арман етсе, жүрегімен сенсе, Айсәуле көрген алтын жұлдыз оған да бағыт көрсетер екен. Ертегі аяқталды, бірақ армандардың соңы жоқ.